Кайырлы күн. Бүгүн бизде жана рубрика. Биз бүгүн мектеп мугалимдери менен окуучулардын кандай сүйүктүү китаптары бар экенин билетін боламыз. Сиздин сүйүктүү китабыңыз? Менің атым Қожа, Бердібек Соқпақбаевтың менің атым Қожа деген кітабы. Сенин окуган сүйүктүү китабыңыз кандай? Менің осы оқыған кітабым Оралхан Бөкейдің Қарғызы, жалпы Оралхан Бөкейдің шығармалары, Сайтан көпір, әңгімелері сол болған соң, оның қазақтық болмысты өз бойымызға осы тұлғалар арқылы, шығармалар арқылы өзімізді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Жақсы, рахмет. Кайырлы күн, Рауия мұғалім. Сіздің сүйікті кітабыңыз қандай? Менің сүйікті кітабым Бауыржан Момышұлы Шұхания. Әли, сенің сүйікті кітабың қандай? Менің сүйікті кітабым Әбіш Кекілбаевтың өркер шығармасы. Сәлеметсіз бе? Сіздің сүйікті кітабыңыз қандай? Чингиз Айтматовтың ғасырдан да ұзақ күн деген кітабын айтты. Айдар, сенің сүйікті кітабың қандай? Ильяс Есенберлиннің қатерлі өткені шығармасы.